Аружан, тамақ пісіріп жатыр ма екен? Тұрайық. Аружан қайда? Аружан қайда кетіп қалды? Аружан деймін. Дүкен кетіп қалды ма екен? Қайда кетіп қалды? Мә! Киімдері қайда? Заттары ше? Айтпақшы. Кеше ол үйден кетіп қалып еді ғой. Ұмытып кеттім ғой. Мен де жарыммын. Кеше ашуға не айтып не қойғанымды да білмей қалдым. Не істесем болады? Қалай үйге қайтарып аламын? Қазір телефон шалайын. Қазір телефон ұятыр еді. Ұстамайтын несі? Ой. Үйіне кетті ғой. Енді мамаларға не айтам? Ұят болды. Жүрсейші жағаласпай. Кешіріңіз, мама жер беріңіз. Иә. Мына келін әлі тұрмаған ба? Не зат? Бір мезгіліміз ұйықтай береді. Қайда кетіп жүрсіз? Оятпайсың ба әйеліңді? Өзің неғып жүрсің? Кухняда. Мам, тұра тұршы. Оятай ғана. Бастан. Мам, тұра тұр деймін. Әу, анау қайда? Келін қайда? Мам, не? Аружан үйден кетіп қалды. Не үшін кетіп қалды? Қайда кетіп қалды? Кеше мен оған кетіп үйінге ұнамаса, ауыр сөздер айттым. Ол да айтты, сенің маған маман ұнамайды, базорың шығарады деп. Шірік неме? Кетсе кете берсін, басқасы табылады. Мам, маған тек қана Аружан ұнайды. Аружаннан басқа әлемде қыз құрып қалып па? Мам, қуасыз ба? Кеше ғана үйленіп, енді бір-екі күн өткеннен ажырасқан ел-жұртқа масқара боламыз ғой. Сен ел-жұрт үшін өмір сүресің бе не? Жоқ. Не дейсің? Басқасы табылады. Аружанға жабыстың да қалдың, әне. Болды, сен бар байлығыңды алды. Сен мен көңіл көтерді. Саған барын алғызып алды. Сонда сен сатып кетті. Осы күшті ма? Жоқ, Аружан ондай қыз емес. Жапшы өзіңді. Басында айттым. Ондай қыздарды алма деп. Тыңдамадың ал. Мам, рас қойыңызшы. Қайда бара жатсың? Енді үйіңе іздеп бармайын ба? Барма? Неге барасың? Телефон салсаң да болады ғой. Мүмкін ренжіген шығар. Ренжісе кетсін әрі. Басқасы да табылады. Мам, қойыңызшы болды. Не қойыңызшы? Жақсы, тамақ пісіріңізші. Өзім қайттан пісірейін енді. Қолым ұзарды ма десем. Ол келгенде де қолым ұзармап еді. Мам, не болды? Жеңге қайда? Жеңген жоқ енді сенің. Не? Қашан? Түнде болған ба? Иә, түнде болды. Не болды? Неге андай көзқарас айтып тұрсыз? Енді не деймін? Мә, иманды болсын. Жатқан жері. Не айтып кеттің сен, қыз? Не айтып тұрсың? Алуа? Енді өздеріңіз жоқ деп тұрсыздар ғой. Түнде болды дейсіздер. Не деген қайтты? Осер қыздай. Сөз түркін түсініп алшы бірінші. Жоқ, үйіне кетіп қалған, үйіне. Мам, алуа енді кішкентай қыз ғой, не түсінеді дейсіз? Ондай әңгімені айту оған әлі ерте. Аға, мен кішкентай қыз емес, мен барлығын білем, есегемін. Қойыңдаршы болды. Ыдысында жумай кетіпті ғой. Бейшаралар. Не бар енді? Бәрін опыр-опыр жеп, тайып кеткен үйіне. Мам, жақсы айқайламаңыз, қойшы сен. Отырайық енді. Жақсы, мен барып сериалымды көрейінші. Не істесем болады енді? Үйінде қазір ол не істеп жатыр екен?
Мам, мамалар қайда? Мам, кім именно ол келген? О, қызым, жаным, Арушан, қалайсың? О, мам, қалайсың? Жан, қалайсыңдар? Жақсы, сол шүкір. Айтпайсың ба келем деп, құрсын дайындалып, әп-әдемі красотка болып, тамақ дайындап қоятын едім оған. Жоқ, әуре болмай-ақ қойыңыз. Түсінбедім. Не түсінбедім? Мынау не? Не мынау? Қысық киімдерімді біздің үйге алып келгенсің бе? Мама, не болды? Мен Арсенмен біржолата ажырастым. Немене? Не айтып тұрсың? Сендер кеше ғана үйленген жоқсыңдар ма? Я, біз кеше ғана үйлендік, бірақ мен түсінесіз деп ойлаймын. Қызым, не болды сендерге? Арсеннің ұратыны жоқ еді ғой? Жоқ, ол ұрған жоқ, айқайлаған да жоқ. Оны не өзіме өзім кетіп қалып жүрсің? Қалай айтсам болады? Отырыңызшы, келіңізші. Қызым, айт, мен шошытып жатырсың. Мынаны қойыңызшы. Айта ғой. Мам, қысқасы, Арсеннің мамасы маған үнемі күн бермейді. Үнемі маған ұрса береді. Және елдердің көзінше менің позорымды шығарады. Уже мен шыдам бітті. Сондықтан мен біржолата кетуді жөн көрдім. Сонымен қатар Арсен де анасының сөзін көп сөйлейді. Сонда олар саған күн көрсетпей ме? Иә, әсіресе Арсеннің мамасы. Үнемі маған анауың дұрыс емес, мынауың дұрыс емес, мынаны дұрыстап істемепсің деп айқайлай береді. Қызым, оны дұрыс істепсің, кетіп қалғаны жақсы болыпты. Бірақ сонда татуласатын шығарсыңдар, иә? Білмеймін, оны бір Алла ғана білер, бірақ әзірше мен одан көңілім қалды. Бұны әкең естімесін, әкең естісе ашуланады. Әкеме ештеңе айтпай қойыңызшы. Қалай айтпаймын, әкең сезіп қояды ғой. Айтпашы, ол кісі қайда? Ой, ол бақта кетіп қалған. Неше күнге? 1 аптаға. Оған шейін мен де кетіп үлгеретін шығармын. Мүмкін. Жақсы, ма, мен не болды сізге? Айтпақшы, Данияр мен Дана қайда? Ұйықтап жатыр олар. Қайсы көріп қайтайын? Оятып жіберме. Енді оятпағанда. О, Данияр. О, әпке, қалайсың? Жаным сол, жақсы, өзің қалайсың? Жақсы. Жездем қайда? Ол үйде? Алып келмейсің? Ой, олар жұмыс шығып қалды. Өздерің қалайсыңдар, не істеп жатырсыңдар? Сол айтпашы, мен өткенде баскетболға қатысып кубок ұтып алдым ғой. Мәссаған, шын айтасың ба? Иә. Керемет. Қазір мен сен голтыңа ақша лақтырып жіберемін. О, шын ба? Иә. Енді бұл жеңісінде жумаймыз ба? Бір күні жуармыз. Жаным сол, Дана қайда? Бөлмесіне ұйықтап жатқан шығар. Жақсы. Жақсы, мен демала берейінші. Иә, демала бер. Қазір Дана қайда? Мәссаған, бөлмеде өзгеріпті ғой. Нағыз, әлі ұйықтап жатыр ма? Дана. О, әпке. Қалайсың? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы. Жездем қайда? Ой, барлығын жездемді сұрай бердіңдер ғой. Енді жездеміз келмейтін едіңіз ғой. Үйде. Сол, өздерің қалайсыңдар? Жақсы, сол. Не өзгеріс бар? Ешқандай, кішкене мына жер ремонт жасадық, сол. Сіз чемоданыңызды алып келгенсіз бе? Дана, үндемеш. Не болды, мам? Бұл не? Қыстық киімдер ғой. Қайсы? Дана, қойшы. Мына жер қыстық киімдер емес. Барлық заттарыңызды алып келгенсіз ғой. Маңызды емес. Үйде кішкене ремонт болып жатыр, соған қатысты. Құттай мына жерде бола тұрамын. Жақсы болды ғой онда. Бірге ойнайтын болдық. Мен саған кішкентай қыз емеспін ғой. Сонда да менің қасымда боласыз. Жақсы, енді заттарымды жинастыруға көмектес. Жақсы. Киім салатын жер бар ма?
мына жердің барлығына орын алып түсіпсің ғой. Иә. Сол өздеріне не жаңалық? Ешқандай. Сол жүрік сау. Қазір маған телефон соғып жатыр. Иә, сөйлесіп келіңіз. Мен шыға тұрайын. Не болды? Неге соғып жатырсың? Аружан, не болды саған? Неге кетіп қалдың? Кетіп қалғанымды кеше өзің көрдің ғой. Өтініш үйге қайтып келші. Жоқ. Мен де осы жақта ата-анамның қасында болам. Оларды да сағындым. Аружан, кеше ғана үйлендік қой, не болсаң қырсығып. Ол сен кеше ананың сөзін сөйлеген. Маған ешіне жазушы болмаш, звондаманда. Ұқтың ба? Болды, сол бол. Не болды, жүзден бе? Ұрысып жатсыздар ма? Туй. Дана, сен де бұрынғы әдетіне көштің бе? Өсек тыңдаудан басқа дым білмейсің, иә? Қыздар, жақсы, болды. Жүріңдер, тамақ пісірейік, тағам дайындайық. Жақсы. Апке, давайте ойнайық. Жақсы, енді кішігірім. Давайте. Ой, бұрында осыны ойнайтын едік қой. Иә, сол әлі бар ма? Иә. Қазір. Ура. Ой, мен ойнай алмай қалыппын. Иә, сен бұрында күшті ойнайтын едің ғой. Енді өстік қой. Міне, ұттым. Ой, күлме досқа келер басқа деген әпке. Қыздар, болды, тамақ пісті, жүріңдер, ойнап болсаңдар. Жақсы, жүр, Дана, тағам шек. Иә, келіңдер, отырыңдар. Не жейсіңдер? Қазір шай қойып берейін. Ал, жеп отырыңдар. Жей ғой, қызым. Аха, саған айтпаймын. Аружанға айтам. Ой, мам, қойыңызшы болды. Мен болдым. Білмеймін, барып, наушник тыңдаймын. Ой, бұрынғыдай деңіз. Иә, әлі сол наушнигін тастамайды. Жақсы, мам, мен де бөлмеме бар жатайыншы. Жақсы, бір нәрсе керек болса сұра, айта ғой. Жақсы. Дана. Нағыздай бір. Дана. Ау, не болды? Наушник тыңдап ұйықтау болмайды. Құлағыңға өте қатты зиян тиеді. Сондықтан кәдімгідей ұйықта. Ой, жақсы. Жақсы. Кеш батып кетті ғой уже. Кім? Мына Арсен де біраз звондай берді ғой. Қандай шүп. Мам, ау, ұйықтамайсыз ба? Иә, балам, жүр жатайық. Айтпақшы, Аружан әпке не үшін келді? Ой, не істейсіңдер оны? Қыдырып келген ғой. Чемоданмен бе? Енді оның қыстық киімдері бар ғой. Жақсы, жатайын. Иә, ерте сабақ қорын керек, жат. Қайырлы түн, балам. Ой, тезірек Аружан үйіне қайтса екен. Барлық дау-дамай шешілсе екен. Жақсы, жатайық.